Бұл қылмыстығыз 2024 жылы қалалық қаржы бөлімінде анықталып отыр. Ол жерде сол қалалық қаржы бөлімінің тарапынан мемлекеттік меншіктегі ғимараттарды сатып жіберу заңсыз. Сол бойынша тексеру комиссиясы тарапынан анықталып, ол жерде прокуратура атсалысты. Сол анықталып, бүгінгі күнге ол прокуратураға жолданып, іс қозғалып, қазір сотқа қаралып жатыр. Енді екінші сұрақ, сіз жаңа әріптесіме сұрағанда бір пікір білдірдіңіз, олар ешқандай пікір білдірген жоқ, соны құптады, сөйтті де ауыл шаруашылық басқармасы ешқандай кері байланыс білдірген жоқ деп айттыңыз. Ал енді біздегі қолымызда видеосы бар, басқарма басшысы басқашалай сөйледі. Біз тексеру комиссиясын айтсақ та бізді тыңдаған жоқ дейді. Кішкене әлеуметтік желіні ашып қарасаңыздар, ана өздеріңізге берілген Жамбыл Ревком деген Facebook парақшасын көріп отырсаңыздар, сол видеолардың бәрін көретін едіңіздер. Кімге сенеміз? Сізге сенеміз бе, әлде ауыл шаруашылық басқармасының басшысына сенеміз бе? Енді бұл жерде біріншіден 24 болған іс-шара, мен есіңіз болса, мен былтыр жылдың декабрьде тағайындалдым, 90 айында. Мен анау құжаттар жүзінде ешқандай қарсылық болмаған, құжаттар жүзінде тіркелмеген. Ол енді ауызша болған жағдай шығар, ол құжатпен бізге ешқандай қарсылық білдірмеген ауыл шаруашылық басқармасы тарапынан. Енді үшінші сұрағым, осы сіз осы департамент Ревкомға ДВГ-дан қайтып келдіңіз, қайтып тағайындалдыңыз. Енді қандай өзгерісті тексерушілерден жүзеге асырып жатсыздар? Сізге дейін Жанатбек Жапаров пара алу күдігімен сотталған етін, оны жақсы білесіз. Одан кейінгі Руслан неге кетті, орталыққа кетті. Енді сіздер де сол баққа қарайды дейді, рас па? Бұл әлі бұл сұрақ ашық, бірақ әлі өзінің қолдауын тапқан жоқ деп ойлаймын. Бұл іс-шара ол біздің құзыретімізде емес. Ал егер жаңағы бүгінгі күнге менің келгеннен бастап атқарған қызметтерді айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы біраз іс-шаралар атқаруда. Мен өзім келгеннен бастап осы ұжымда әр аудиторды жеке-жеке қабылдап, өзінің талабымды түсіндіріп, хаттамасын толтырдық. Сондай-ақ әр аудиторлық іс-шараға баратын кезде барлығының техникалық сабақтар өткізілетін болады. Өткенде осыдан бір ай бұрын біз антикоррупционный қызметтің мамандары, басшыларымен бірлесіп, тексеру комиссиясының бүкіл аудиторларын жаңағы бас бостандығынан айырылған мекемелерге жібердік. Оларда осында отырған кезіндегі мемлекеттік қызметкерлердің отырғандарын көрсін, өздерінің жауапкершілігін сезінсін, үйдегі жағдай қандай, жаңағы бас бостандығынан айырылған жағдай қандай болып тек соны сезінсін деген мақсатпен сонда жіберіп арнатып алдық. Енді барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр, күнде ескертуде. Енді соңғы сұрағым, 2022-23 жылы сіздер Тараз қаласы құрылыс бөлімін тексерген едіңіздер. Сіздердің мамандарыңыз сол жердегі ревизионный комиссияның мүшесі тексерді, сол жақта мамандарды апарды. Сол сіздер бәрі керемет, бәрі жақсы дегеннен кейін Тараз қаласы әкімінің орынбасары Қалдыбаев ұсталды. Бабақұл паралымен ұсталды. Қалдыбаевты жасалмаған жұмысы үшін ақша төленген туралы актке қол қойған үшін қазір сот өтіп жатыр. Сол кездегі сіздер артынан бұл қалай болды, бұны біз кеше ғана тексеріп кеттік деген сұрақтарыңыз болған жоқ па? Және үшіншіден сіздерге антикоррупционныйдан ТО биномның өтпей жатқан 5 домы, бітпей жатқан 5 домы бойынша арыз берілген етін. Онда сіздер былай айтқанда тиімді, тиімсіз деген құрақ жауаппен жауап беріңіздер. Осы бойынша қандай пікір білдіресіз? Енді жаңағы ұсталып кеткен таралған орынбасарлар бойынша менде мәлімет жоқ. Олар енді сол кездегі аудиторлық іс-шара бойынша. Бірақ мынау жаңағы сіздің тарапыңыздан берген антикоррупционный жүйеге берген сұранысыңыз
кейін департамент ішкі мемлекеттік аудит департаментте барып одан кейін тексеру комиссиясы жолдаған болатын. Ол кезде мен негізі жұмыс атқардым. Енді былтыр ол бұзықтар анықталған. Ол бұзықтар анықталып тексеру комиссиясының акты нұсқамасы берілген. Сол нұсқамасын орындау барысында Тараз қаласы қалалық құрылыс басқарма құрылыс бөлімі тарапынан барлық жұмыстар орындалды. Жаңағы орындау актісілерін бізге көшірген жолдаған болатын. Ал мен келіп олардың бұл жұмысына сенімсіздік білдіріп, биылғы жылдың жоспарына тізіміне қайтадан өзгерістер енгізіп, сол Тараз құрылысын именно осы атқарған жұмыстарын көру бойынша бізде пост аудит деп аталады. Аудит жүргізді, сізге пост аудит қайта тексердік. Қайта тексеріп, ол жерде біраз жұмыстар атқарылмағандығы анықталды. Енді ол анықталмағаннан кейін біздің олар қайтадан бізге толығымен анықталып береміз деп қайтадан уақыт сұрап, біз бүгінгі 30-шы осы биылғы жылдың ағымдағы жылдың 30-шы қараша сәсін уақыт бердік. Қайтадан толығымен орындау үшін. Жаңа өзі айтқан биылның 6 ай олда оның ішінде бар орындалмаған жұмыстар. Енді 30-шы қараша сәсін оларға күтеміз. Қалай орындайтын, қалай қалпына келтірілетін. Рахмет.